алтын құс пен сұр қасқыр туралы, иә? Ертеде бір ханның алтын құсы болыпты. Ол құс күн сайын жарқырап, ел аса самғап, елден елге жүретін болды. Хан оянса, алтын құсы ұшты да кетті. Хан уайымдап елге жар салады. Кімде-кім менің құсымды тауып берсе, мен оған патшалығымның жартысын бөлісемін дейді. Содан ел шулап барлығы құсты қарауға жол салады. Бірақтан мен хандықта Айбар деген бір жас бала, ол сол шығады. Мен қарап көрейін. Бірақ уәдеңізде тұрасыз ба дейді. Хан айтады, уәдем уәде. Кімде-кім менің құсымды тауып берсе, мен соған патшалығымның жартысын беремін дейді. Сосын Айбар атты жігіт жолға шығады. Жолға шықса, оған бір сұр қасқыр жолығады. Сұр қасқыр айтады, қайда шықтың дейді. Сонда болған жайтты қасқырға Айбар айтып береді. Онда қасқыр айтады, қасқыр, Айбар, мен саған көмектесейін дейді сұр қасқыр. Екеуі жолға шығады. Содан алдынан бір үңгір шығады. Үңгірдің ішінде біреуі күміс, біреуі мыс, біреуі алтын, 3 құс болады. Қасқыр айтады, Айбарға, сен алтын құсты аласын, қалғаны жалған дейді. Содан алтын құсты таңдап, Айбар алып шығады. Алдынан байлар шығып, оның жолын кескестейді. Қасқыр барлығына төтеп беріп, Айбарды аман есен алып шығады. Айбар келеді ханға. Айбар аман есен құсты ханға жеткізеді. Хан уәдесінде тұрады. Патшалығының жартысын Айбарға береді. Айбар қасқырға ризашылығын айтып, қуана рахмет айтады. Қасқыр жақсылық жерде қалмайды деп орманға оралады. Ұнады ма?